Сәлем достар, сіздермен мен Таңсұлу Жұмабайқызы. Бүгін сіздермен сөйлесетін тақырыбым өзіңді қолға алу жайлы сөйлесетін боламын. Кейде өмірімізде біртүрлі кезеңдер болады. Өзіміз іште ойланып жүреміз. Өмірімді өзгертсем екен, мен өзгерсем екен, жақсы жаққа қарай өзгерсем екен деген сияқты неше түрлі ойлар болады адамның ішінде. Бірақ та солай ойлаймыз, жүре береміз де, бірақ әрекет етпейміз, әрекет жоқ. Бастаймын дейміз де, дүйсенбі күні бастаймыз, немесе ертең бастаймыз деп сылтаумен кейінге шегере береміз. Оны дәл қазір бастап кетпейміз. Бірақ сол бастау деген ешқашан келмейді. Біз солайда кейінге шегере береміз, солай біз өзгергіміз келеді дейміз де жүре береміз. Сонымен уақыт өте береді. Бірақ біз өзгермейміз, дәл солай жүре береміз. Себебі біз үлкен өзгерістер күтеміз. Бірақ бізге сол үлкен өзгерістер келмейді. Ол өзгерістерді келтіру үшін біз өзіміз бірінші кішкентай қадамдардан бастауымыз керек. Өзгерістер негізінде үлкен қадамдардан басталмайды, кішкентай қадамдардан басталады. Бүгін мен сіздерге өзіңді қолға алудың 5 қарапайым тәсілін айтатын боламын. Бірінші қадам өзіңді қолға алу, яғни жауапкершілікті өз мойныңа алу. Көп жағдайда біз кінәні басқа жақтан іздейміз. Түрлі сылтауларды айтып, солай кінәні басқа біреуден іздейміз, өзімізден көрмейміз. Уақыт жоқ, шаршадым, бала кедергі, ештеңеге үлгермеймін. Бірақ негізінде өмірде бір ғана шындық бар. Бұл сенің өміріңе тек қана өзің жауаптысың. Басқа ешкім кінәлі де емес, жауапты емес. Тек өзің кінәлісің, өзің жауаптысың. Барлығын өз мойныңа алсаң, онда барлығы керемет болады. Негізі осы кінәні біреуге жаумай, барлығын өзіміздің мойнымызға алсақ, онда өзгеріс сол мойындаудан басталады. Екінші қадам күн тәртібін реттеу. Негізінде мотивацияға сенуге болмайды, бірақ та мотивация ол бізге эмоция береді, ал тәртіп бізге нәтиже береді. Мысалға, күнде бір уақытта тұру, кем дегенде бір ізгі жақсылық істеу, немесе күніне кем дегенде бір пайдалы жұмыспен айналысу. Бұл әрекеттер кішкентай ғана болса да, қарапайым болса да, бұл кішкентай ғана қарапайым әрекеттер сенің болашағыңды құрады. Яғни сенің болашағың жарқын болғанын қаласаң, онда сен бүгіннен бастауың керек. Бүгін деп қазір кешке бастаймын, түстен кейін бастаймын деп отыра бермеу керек. Дәл қазір, дәл осы сәттен бастап кету керек. Үшінші қадам ол телефонды азайту. Яғни телефон біздің уақытымызды ұрлайды, энергиямызды ұрлайды. Кемі 1 сағат телефонсыз күніңді өткізіп көр. Және бізде төртінші қадам ол бізде кішкентай жеңістерді жинау керек. Яғни біз не істейміз? Мысалға, артық ақша тапқым келеді десе, бірден миллион тапқым келеді деп, 10 миллион бізге оны миымызда сенбейді, өзімізде сенбейміз. Олай ешқашан болмайды. Ешқашан бірден көтеріліп кетіп, бірден танымал болып кетіп, бірден байып кету деген жоқ. Яғни біздің үлкен жетістікке жетуіміздің бірден бір құпиясы осындай кішкентай жеңістерден тұрады. Мысалға, бүгін сен 10 минут уақытыңды спортқа айналыс. Залға бармай-ақ қой, ешқандай үй жағдайында қарапайым 10 минут отыр да жаттығу жаса. Немесе 10 минут отыр да бір кітап оқы. Сол 10 минут уақытты бір пайдалы іске. Сен мысалға қай нәтижеге жеткіңіз келеді, қандай да бір үлкен бір жетістікке жеткіңіз келеді. Мысалға, салмақ тастағыңыз келсе, ақырындап тастайсыз. Бірден 10 килограмм тастау мүмкін емес қой. Сол үшін де біз не істейміз? Қадамдарды кішкентай бөліктерге бөліп жасайтын боламыз. Бір ет алатын болсаңыз, бір жылқыны етін алатын болсақ, бір жылқыны біз бірден жеп тауыса алмаймыз ғой. Бірінші оны жіліктерге бөлеміз. Мысалға, оны 10 жілікке бөлетін болсақ, ол 10 жілікті бірінші 10 адам алатын болса, ол етті алғаннан кейін, ол бір жілік етті бірден 10 жіліктің барлығын жеп қоймайды ғой. Жілік етті 30 күнге бөледі. Яғни бөліктерге бөледі. Дегенде кішкентай кусок еттерге бөлінеді де, бір айда тауысады. Яғни біз жылқының етін жейтін болсақ та, оны бірінші бөліктерге бөліп аламыз. Сол сияқты уақытыңызды арнап жасайтын болсаңыз, сол өзіңіз қалаған жетістікке жететін боласыз. Бізде 5-ші қадам өзіңе берген уәдені орындау. Өзіңе уәде бердің бе, орында. Қорытындылай келетін болсақ,
өзіңді қолға алу деген бір күндік емес, мотивация емес, күн сайынғы біздің шешіміміз, күн сайынғы істейтін іс-әрекеттеріміз. Бүгін бір қадам жаса, ертең тағы да бір қадамды қосасың. Солай күнделікті қадамдар жасалынып отыратын болса, онда біз қалаған жетістігімізге жететін боламыз. Бір айдан кейін өзіңді өзің танымай қалуың мүмкін. Егер осы видео саған пайдалы болса, ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, мені қолдап кетсеңіз болады. Өйткені бұл мен жаңадан бастаған YouTube каналым. Мені қолдайсыздар деп сенемін. Сіздерге алдын ала рахметімді айтамын. Дамыңыздар, өсіңіздер, өніңіздер. Және осы видеоның астына бүгін бастаймын деп жазып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар. Сіздермен мен Таңсұлу Жұмабайқызы, Таңсұлудан кеңес арнасы.